Сапақтың жауабы. Сапақтың бозбала кезі болса керек. Шешендігімен ауызға іліккен жас баланы сынамақ ниетпен әулие атада тұратын ел ағасы Ысақ деген кісі оны қонаққа шақырыпты. Екі жолдасымен келген Сапақты әбден күтіп ертеңіне аттанарда Ысақ: «Шырағым Сапақ, қазақтың кейбір мақалдарына түсінбедім. Соның мәнін сенен сұрайын деп едім», дейді. «Сұраңыз Ысеке, шамамның келгенінше жауап беріп көрейін». «Ер егіз болады, еңбек жалғыз болады» дейді. «Соған түсінбедім». «40 жыл байлық бар, 40 жыл жарлық бар» дейді. Бұған да түсінбедім. «Дүниенің қызығы не? Бақ қызық па, байлық қызық па, бала қызық па? Соны сенен сұрайын деп едім». «Ысеке, бұның бәрі біздің сұрап, сіздің шешетін нәрсеңіз екен». «Неге Сапақ шырағым, асыл тастан ақыл жастан шығады демей ме?» «Онда жауап беріп байқайын», деп бұлай жауап қайтарыпты. «Ер егіз деп айтуға болмайды. Анадан егіз туғанмен екеу екі жерден қыз алады. Әйелдері егіз болмаған соң олар егіз бола алмайды. Көргенді жерден қыз алсаң, көзіңе шөп салмаса, өзіңнің жоғыңды білдірмей, қонағыңды оң қабағымен қарсы алып, жылы шыраймен шығарып салып отырса, егізің сол болады. Еңбекті жалғыз деген ол да әйелден. Көргенсіз жерден қыз алсаң, отбасыңның күлін шашып, келген қонағыңды ішке тартпай сыртқа тепсе, қанша көпшіл болып, қанша еңбектенгеніңмен жалғыз қаласың. Бірінші байлық денсаулық. Адам 40-қа келгенше бай емес пе? Күш-қуатың бойыңда денсаулықтан артық байлық бар ма? Одан әрі шау тартып, ыңқыл-сыңқылың көбейіп, ауырмайтын жерің, сыздамайтын сүйегің қалмайды. 80-ге дейін 40 жыл жарлықтың мәні осы болар. Бақ дегеніміз тойға келген қыз емес пе? Байлық дегеніміз қолға ұстаған мұз емес пе? Бала деген артта қалған із емес пе? Деген екен.